Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 144-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ақиқат немесе жалған пікірлер құру, табиғат аясында демалу мәдениеті. Бірінші тапсырма: мына сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? Бұл жерде 102 мен 4 сандарының көпейтіндісі 408-ге тең. Астана Қазақстан Республикасының бас қаласы, 8 жұп сан, ай жер серігі, 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең деген сөйлемдер пікір болып табылады. Екінші тапсырма: пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықта. Бірінші пікір жалған, екінші пікір жалған, үшінші пікір ақиқат, төртінші пікір жалған, бесінші пікір жалған, алтыншы пікір ақиқат, жетінші пікір жалған, сегізінші пікір ақиқат, тоғызыншы пікір жалған. Үшінші тапсырма: суретке қарап пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықта. Біріншісі ақиқат, екіншісі жалған, үшіншісі жалған, төртіншісі ақиқат. Төртінші тапсырма: Сырым мен Әлия топтағы оқушылардан табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Кестені пайдаланып ақиқат немесе жалған пікірлер құрастыр. Мысалы, осындай құруға болады. Айша қайықпен серуендеуді ұнатады. Бұл ақиқат. Айша атпен серуендеуді ұнатады. Бұл жалған. Ержанды алайық. Ержан атпен серуендеуді ұнатады. Бұл ақиқат. Ержан тауға шығуды ұнатпайды. Бұл жалған. Тағы осыған ұқсас басқа пікірлер құруға болады. Бесінші тапсырманың асы: көпейтінділерді көпейткіштердің квадраты немесе кубына айналдырып өрнектердің мәнін есепте. 5-тің асын осылай орындайсыңдар. Бесінші тапсырманың асы: көпейткіштердің квадраты немесе кубын көпейтінділермен алмастырып өрнектердің мәнін есепте. 5-тің асын осылай орындайсыңдар. Алтыншы тапсырма: есептерді шығар. Асы: табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Шешу: 36 көбейтілген 2 тең 72, 36 қосу 72 тең 108, 36 қосу 72 қосылған 108 тең болады 216. Алтыншы тапсырманың асы: табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмелеумен, одан 2 есе кем адам атпен серуендеді. Ал қалғаны тауға жаяу шықты. Неше адам тауға жаяу шықты? Шешу: 86 бөлінген 2 тең 43, 250 азайту 86 азайту 43 тең 121. Жетінші тапсырма: теңдеулерді шеш. Жетінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Сегізінші тапсырма: қорапта 7 шар бар. Олардың 3-еуі көк және 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан неше шар алу қажет? Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Ойланып болсаңдар, жауабын айтамын. Жауабы: кем дегенде 4 шар алу керек. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.